Оқушылар, бүгін сіздермен fractions, decimals and the percentages өтеміз. Fractions бөлшектік, decimals бүтін және percentages пайыз. Бізде бір деген санды ағылшын тілінде n және a артиклі арқылы айтуға болады. 8-ден 1 бөлік n8, 4-тен 1 бөлік a quarter, 3-тен 1 бөлік a third, 2-ден 1 бөлік a half, жартысы деген мағынаны білдіреді. Енді бізде 5-тен 3 бөлігі болған кезде жоғарысында 2, 3, 4 сандар болатын болса, бізде міндетті түрде астыңғы санға s қолданылады. 3/5. Мысалы, 7-ден 3 бөлігі болатын болса, алдымен бізде 3 айтылады. 3, 7 болатын болса, 7s қолданады. 7s болады. Кеттік ары қарай. 0-ді біз not деп айтамыз. Point дегеніміз бізде бүтін деген мағынаны білдіреді. Not 0.5, 1.7, 3.97. Ал пайыз дегеніміз бізде percent, 1%. Ал 99-ды 99%. Бізде 99 дегенге, жалпы пайыз дегенге s жалғау жалғанбайды.